Бүкіл мақтау әлемдердің раббысы болған Аллаға тән. Алланың сүйіктісі, адамзаттың абзалы, ақырзаман пайғамбары Мұхаммедке Алланың сәлемі және рахметі болсын. Алла тағаланың адам баласына берген нығметтері өте көп, оның әрқайсысына шүкірлік білдірмек түгілі, тіпті санын санап шығу да мүмкін емес. Алланың адам мен жынға жасаған ең үлкен жақсылығы ол адамзаттың арасынан таңдап ақырзаман пайғамбарын жіберуі. Ол ақырзаман пайғамбары Алланың сүйіктісі, таңдаулысы, әзиз құлы Мұхаммед Мұстафа. Ол арқылы Алла адам мен жынды қараңғылықтан жарыққа шығарды. Дүниенің түнегі мен ақыреттің қасіретінен құтқарды. Ол арқылы Алла өз қалауын білдіріп, дінін бекітті. Өзін танытты. Жалған мен шындықтың, дұрыс пен терістің, жақсы мен жаманның арасын ажыратты. Есі кеткендерге ескертті, тәубе қылып, құлшынғандарды қуандырды. Әлбетте, бұл Алланың үлкен жақсылығы. Тарихта кімге болсын соған ақырзаман пайғамбарының артынан ілесу нәсіп бола бермеген. Ол бір ерекше Алланың сүйген пенделеріне берген нығметі. Бұл жақсылықтың зор екендігі сол Құранда Алланың өзі иман келтіргендерге осы ісін артығырақ айтып міндет қылады. Құранда былай айтылған: расында Алла мүміндерге қамқорлық етіп, олардың ішіне өздерінен оларға Алла аятын оқитын, оларды тазартатын және оларға кітап, хикмет үйрететін елші жібергенін міндет етеді. Өйткені олар бұрын ашық адасуда еді. Алла тағаланың Құранда мынандай ғажап бір сөзі бар: расында Алла пайғамбарға рахмет етеді. Және періштелер салауат айтады. Әй мүміндер, оған салауат және ықыласпен сәлем келтіріңдер. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айту шариғатта уәжіптік күші бар амал. Ол діндегі құлшылықтың бітіспес бір бөлшегіне айналған. Намазда, қажылықта, Құран оқығанда, сөз бастағанда, аяқтағанда, мәжілісте, мешітке барарда, қатты күйзелгенде, Алладан кешірім сұрағанда, үйге кірерде, бір нәрсені ұмытып есіне түсіре алмағанда, құда түсерінде, ұйықтағанда, ашуланғанда, Алланы еске алғанда, тағы да басқа өмірдің қай жағдайында болса да, Алланың елшісін еске алып, оған салауат айтуымыз тиіс екен. Әлбетте, ол кісіге салауат айтуымыз ол кісінің бізге мұқтаждығын білдірмейді, керісінше біздің сол салауат арқылы дәрежеміз көтеріледі. Үлкен сауапқа кенелеміз. Қиямет күні пайғамбарымыздың шапағатына ие боламыз. Салауаттың сан қырлы пайдасы көп. Оның қадір қасиетін бағамдау үшін ең негізгі пайдаларына жіті тоқталсақ. Бірінші пайдасы: Алланың сүйгенін сүйіп, көңілін табасың, оның әмірін орындайсың. Құранда расында Алла пайғамбарға рахмет етеді. Және періштелер салауат айтады. Әй мүміндер, оған салауат және ықыласпен сәлем келтіріңдер. Екінші пайдасы: қияметте пайғамбарға жақын болуымыз. Қияметтің қиын күнінде әркім өз басымен әлек болады. Сол күні Алланың мейірімі пайғамбарымыз Мұхаммедке ерекше ауады. Оның дұғасымен есеп бастайды. Оның шапағатымен кейбір қалаған құлдарының күнәсін кешіреді. Міне осы күні Алланың мейіріміне жету үшін қайсымыз Алланың елшісіне жақын тұрғысы келмейді. Әлбетте, адам мен жынның бәрі де ол кісінің жанында тұруды аңсайды. Кім тірі кезінде неғұрлым көбірек салауат айтса, ол қиямет күні соғұрлым Алланың елшісіне жақын тұрады. Хадисте келесіде айтылған: қиямет күні маған ең жақын адам, маған ең көп салауат айтқаны. Келесі пайдасы: Алла өзі сүйген пендесіне игілік тілегенді жақсы көреді. Сол үшін Алланың елшісіне бір рет жасалған дұға Алладан 10 есе мейірім болып қайтады. Кім маған бір рет салауат айтса, оған Алланың рахметі 10 есе жауады деген хадис бар. Төртінші пайдасы: бір салауат 10 күнәні жояды. Бесінші пайдасы: 10 есе сауапты нәсіп етеді. Кім маған бір рет салауат айтса, Аллах тағала оған 10 рет рахмет жолдайды, оның 10 күнәсі кешіріліп, 10 дәрежесі көтеріледі. Алтыншы пайдасы: 10 есе дәрежеңді көтереді. Бұған Абу Дардадан жеткен мына хадис дәлел: менің үмметімнен қайсысы шын ықыласымен маған бір рет салауат айтса, Аллах тағала оған 10 рет рахмет жолдайды, оның 10 есе дәрежесін көтереді. Оған 10 сауап жазып, 10 күнәсін кешіреді. Салауаттың келесі пайдаларына өтпес бұрын естеріңізге сала кетейін. Көптеген адамдар алып, ризашылықтарын білдіріп жатқан Құрандағы 40 дұға атты электронды кітапша қазір сатылымда. Электронды нұсқада болуының себебі ыңғайлылық. Сіз оны телефоныңыздан оқи аласыз, дәптерге көшіріп жазып немесе қағазға басып шығарып қолдана аласыз.
Ал егер біз бұл кітапшаны қағаз түрінде ұсынсақ, бағасы бірнеше есе қымбат болар еді. Біздің басты мақсатымыз сіздер үшін кітапшалардың пайдалы әрі бағасының қолжетімді болуы. Кітапшада ризық, береке, кешірім сұрау, иман байлығы және тағы да басқа тақырыпта дұғалар бар. Бағасы 50% жеңілдікпен бар болғаны 1000 теңге. Қолжетімді, арзан бағада алып үлгеріңіз. Сонымен қатар әр сатып алушыға сыйлыққа 5 керемет электронды кітапша беріледі. Олар пайғамбарлар дұғалары, кешірім сұрау дұғалары, ризықты арттырудың 15 жолы, ризық пен береке туралы 25 дұға және бүгінгі тақырыпқа сай мыңдаған сауабы бар 6 салауат электронды кітапшасы. Осы салауаттарды оқу арқылы Алла тағаланың қалауымен мол сауапқа бөленіңіз. Кітапшаларды алу үшін экранда көрсетілген нөмірге жеңілдік деген сөзді жазып жіберіңіз. Төлем жасап, электронды кітапшаларды бірден алыңыз. Алла тағала жасаған дұғаларыңызды қабыл етсін. Видеоның жалғасын бірге тамашалайық. 7-ші пайдасы сенің уайымыңды кетіріп, ісіңді оңайластыруға Алланың өзі жеткілікті болады. Алланың елшісіне бір сахаба: мен бүкіл дұғамды сізге ғана арнасам қалай болады деп сұрағанда, пайғамбарымыз: егер солай істесең, әлбетте Алла сенің дүниедегі де, ақыреттегі де қажеттілігіңді өтеген болар еді, деп жауап берді. 8-ші пайдасы ол дұғаның кілті болады. Омар ибн Хаттаб айтады: пайғамбарыңа салауат айтпайынша дұғаң аспан мен жердің арасында бөгеліп көтерілмей тұрады. 9-ші пайдасы ол дұғаны мүлтіксіз қабыл еткізеді. Пайғамбарымыз Алланы мақтап, Алланың елшісіне салауат айтқан бір кісінің сөзін естігеннен соң, енді сен сұра, сұрағаның беріледі, дұғаң қайтарылмайды деді. 10-шы пайдасы ол күнәнің кешіріміне себепкер. Бір кісі Алланың елшісіне: мен сіз үшін бүкіл дұғаларымды арнасам қалай болар екен, деді. Алланың елшісі: егер сен олай істеген болсаң, сенің бүкіл күнәларың кешірілген болар еді, деді. 11-ші пайдасы ол арқылы сіздің есіміңіз арнайы аталып, Алланың елшісіне жеткізіледі. Хадисте: үйлеріңді қабірге айналдырмаңдар, әрі менің қабірімді мейрам, яғни ғибадат ету орнына айналдырмаңдар. Маған салауат айтыңдар. Себебі сендер қайда болсаңдар да, салауаттарың маған жетеді. Келесі пайдасы періштелердің сіз үшін жасаған дұғасына лайықты боласыз. Хадисте: қандай бір мұсылман маған салауат айтса, періштелер ол кісіге дұға етеді. Қаласа ол кісі көбейтсін, қаласа мейлі аз айтсын. Пайғамбарымыз: кім маған бір күнде 100 салауат айтатын болса, Алла оның 100 қажетін орындайды. Оның 70 қажетін ақырет күні, ал 30-ын осы дүниеде орындайды. Салауаттың пайдаларын қайталап өтейік. Салауат айту Алланың әмірін орындау. Қияметте пайғамбарға жақын боламыз. Алладан мейірім болып қайтады. 10 күнәні жояды. 10 есе сауап нәсіп етіледі. 10 есе дәреже көтеріледі. Уайым кетіп істер оңайластырылады. Салауат дұғаның кілті. Дұғаны мүлтіксіз қабыл еткізеді. Күнәнің кешірілуіне себепкер. Есіміңіз пайғамбарға жеткізіледі. Періштелер сіз үшін дұға жасайды. Пайғамбарға салауат айтудың бұдан басқа игіліктері көп. Ол арқылы еселеп жауған Алланың мейірімі ісіңізді оңайластырады. Кедейліктен, қиыншылықтан, аурудан, мұқтаждықтан құтқарады. Жүрегіне нұрды, өміріне берекені, игіліктерді алып келеді. Қияметтің машақаты, қабір азабы, махшар, мизан тарасы, сират көпірі, тозақ азабы сияқты ауыртпалықтан арашалап алады. Алла тағала сіз бен біздерге Мұхаммед пайғамбарымыздың лайықты үмметі болуды нәсіп етсін. Көзіміздің қарашығы, жүрегіміздің шапағатшысы, әлемдерге рахым етіп жіберілген ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға Алланың салауаты мен сәлемі болғай. Алла тағала баршаңыздың дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.